Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ерекше құралмен, яғни ChatGPT ішіндегі Ask AI плагинмен танысамыз. Бұл плагин бізге не үшін керек? Ол дайын программаларды оқып, оның қалай жұмыс істейтінін түсіндіретін интеллектуалды көмекші. Яғни біз өзіміз код жазып қана қоймай, басқа біреудің кодын оқуды, түсінуді, талдауды үйренетін боламыз. Алдымен бізге тіркеліп алу үшін өзіміздің электрондық почтамызды жазып, сонымен қатар жеке логинімізді енгіземіз. Қазір мен сіздерге Ask плагинін қалай қолданатынын біртіндеп көрсететін боламын. Бұл плагин ChatGPT-де қосылады. Міне дәл қазір көріп тұрған бет Ask Git Combination деп аталады. Бұл жерде бізге мынадай нұсқалық беріліп тұр. GitHub репозиторының сілтемесін беру керек және соған байланысты сұрақ қойылу керек болады. GitHub деп тұрғанымыз бұл бүкіл әлемдегі бағдарламашылар қолданатын кодтарын сақтайтын ашық онлайн қойма болып табылады. Біз сол жерден Python тілінде жазылған дайын кодтарды алсақ болады. Мысалы, мына жерге мен сілтеме енгіземін. Бұл репозиторде әртүрлі алгоритмдер бар. Мысалы, сандардың қосындысын табу, сұрыптау, циклдер, шарттар және тағы да басқа. Енді біз осы репозитормен жұмыс істеу үшін Ask нақты тапсырма беру керек боламыз. Мысалы, былай деп жазсақ болады. Бұл осы репозиторның ішінен for циклін қолданған мысал тауып, қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп бер деген сұраныс болып табылады. Ask плагині бізге бір мысалды автомат түрде тауып береді. Ол кодты көрсетеді де әрбір жолын түсіндіретін болады. Бұл қандай айнымалы, не үшін керек, қандай шарт тексеріледі, нәтижесі қандай деген сияқты. Ask плагині шетелдік құрал болғандықтан, ол ағылшын тілінде жазылған сұраныстарды жақсы түсінеді. Бірақ біз оған ағылшын тілінде сұрақ қойсақ та, ChatGPT-ге осы жауапты қазақшаға аударып беруін сұрап жазысатын болсақ, ол бізге бірден қазақша түсіндіріп береді.